Көкөністі жұмыртқалы құймақ, картоп, болгар бұрышы, пияз және жұмыртқа қосылған тағам. Құрамы: 3-4 картоп ұзынша етіп турау, 1 қызыл болгар бұрышы ұзынша кесу, 1 фиолетовый пияз жарты ай пішінді етіп турау, 5-6 жұмыртқа, 2 ас қасық өсімдік майы, тұз, қара бұрыш дәміне қарай. Қалау бойынша жасыл шөп, аскөк немесе көк пияз. Дайындау жолы: 1 картопты қуырамыз. Табаны қыздырып май құйыңыз. Картопты салып орташа отта қызарғанша қуырыңыз. 2 көкөністерді қосу. Картопқа болгар бұрышын және пиязды қосыңыз. Барлығын бірге 5-7 минут араластырып қуырыңыз. 3 жұмыртқа қосу. Жеке ыдыста жұмыртқаны тұз, бұрышпен араластырыңыз. Дайын болған көкөністердің үстіне құйыңыз. Қақпақпен жауып, баяу отта 5-7 минут пісіріңіз. 4 аудару. Егер қажет болса, тарелканың көмегімен аударып, екінші жағында қуырыңыз. Дөңгелек пішінді, сырты қызарған, іші жұмсақ әрі дәмді тағам дайын. Ас болсын. Сізге ұнады ма? Комментарий қалдырып арнаға жазылыңыз.